Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен мынандай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын, нәп-нәзіктей болып шығатын нан пісірген болатынмын. Үй жағдайында өте оңай дайындалады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Үй жағдайында өте оңай дайындауға болады. Алдын ала суымызды ысытып аламыз. Суымызды ысытып алған соң, ұнымызға тұзымызды салып, менде дрожь, быстро действующий дрожь. Ол дрожьды ұнмен де араластыруға да болады, и суға да салып араластыруға болады. Мен ұнға салып жақсылап араластырып алдым. Өзіңіздің қалауыңызша, өзіңіздің қалаған дрожьыңызды салуға болады. Алдымен ұнға жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болған соң, суымыз дайын болса, су тым ысқыл тым болмаған дұрыс. Былайша айтқанда теплый дейді ғой, орысша. Қанжылым болса жарайды болады. Суымызды ұнымызға қосамыз. Суымызды ұнға қосып болғаннан кейін міндетті түрде сұйық май қосу керек. Мен сұйық май қосып жасаймын. Өйткені сұйық май қосып жасасаңыздар, наныңыз өте күшті, жұмсақ, әрі нәзік болып шығады. Міндетті түрде барлықтарыңызға осылай менің рецептім бойынша жасау кеңес беремін. Суыңызды сұйық майыңызды құйып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластыра отырып, бір келкі қамыр болғанға дейін жақсылап тұрып елейміз. Міндетті түрде жақсылап тұрып елеу керек. Описаниеда осы нанға қажетті заттардың барлығын жазып қоятын боламын. Дәл сол граммовкасымен жасасаңыздар болады. Дәл осы граммовкамен жасасаңыздар барлығы да жетеді. Осымен біздің нанымыз еленіп болды. Бір келкі қамыр болғанға дейін еледім. Елеп болғаннан кейін міндетті түрде бетін жауып, бір немесе 2 сағатқа қойып қоясыз. Үй бөлмесінде, яғни бөлмеңіз жылы болатын болса, 1 сағат жарап болады. Міндетті түрде осындай болып, жақсы болып көтерілетін болады. Оны жақсылап тұрып елеп, 1-2 рет басып қойған дұрыс. Өйткені 1-2 рет бассаңыз, наныңыз дейтін кәдімгідей воздушный болып шығады ғой, күшті болып шығады. Сұйық майды қоса отырып, осылай жақсылап тұрып басып алғандарыңыз дұрыс болады. Осымен біздің нанымыз дайын болды. Нанымызды противенге салып, жақсылап тұрып 180 немесе 200 градуста пісіріп аласыздар. Өзіңіздің духовкаңызға байланысты 30 или 35 минут. Осымен менің наным дайын болды. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, міндетті түрде комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен болған Мөлдір. Қош сау болыңыз.